құрметті шәкірттер, бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 10-шы сабағы. Бисмилля, біз бастаймыз. Біз өткен сабақтарда әріптердің қосылып жазылған түрін, әріптердің басында, ортасында, соңында жазылуын оқып үйренген болатынбыз, иә? Міне, бұлар түсінікті деп ойлаймын. Енді бүгін біз жаңа тақырып өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мәд деп аталады. Мәд дегеніміз жалпы созу деген мағынаны білдіреді. Мәд әріптері үшеу: алиф, яй, вау. Яғни осы үш әріп мәд әріптері болып саналады. Біз сіздермен харекеттерді өттік, естеріңізде болса. Фәтха, кәсра, домма, оларда а, и, у деген дыбысты беретін болатын. Сол секілді міне алиф, яй, вау, осы үш әріп жаңағы харекеттермен бірге келсе мәд, созу болып саналады. Яғни ол қалай? Мысалы, алиф әріпімен келген кездегі мәд әріптерін қарайтын болсақ, мысалы, қараңыз мына жерде. Алиф әріпі кеп тұр, алифтің жанында қандай? Фәтха кеп тұр. Демек, екі бірдей дыбысталатын сөз болғандықтан, бұны 2 секундқа созып оқимыз. Қола. Бізде қоф жуан әріп, сондықтан о арқылы оқимыз, алифті да. Қола. Немесе қолат. Көрдіңіздер ғой, 2 секундқа созамыз. Тәбә. Міне алиф кеп тұр, одан кейін алифтан бұрын не кеп тұр? Фәтха кеп тұр. Яғни фәтхада әдібісін береді, алифта әдібісін береді, екеуі бірдей дыбысталғандықтан, яғни 2 секундқа созып оқимыз. Тәбә. Тәбә. Сәхирун. Сәқибун. Сәбитун. Субатин. Вот. Мына жерде бірінші қатарды оқиық. Сома. Мән сома. Ромадона. Ихдина. То есть, бізде Рамазан айы деп жатады ғой, негізінде араб тілінен оқығанда Ромадон деп айтылады екен, дот арқылы айтылады екен. Вот. Осы бетті 10 рет оқисыздар, созатын жерлерін созып, мән беріп, жақсы ма? Қазір осы бетті оқып берейін сіздерге. Тәбәрока. Акабиро. Масакина. Масаджиду. Инна нахну. Наззална. Арусална. Карромна. إننا أوحينا سبحانك وتبارك فلما سمعنا وأطعنا ربنا كتبناها لا تخافا حافظات قانتات بغلام. أجرده لام сосын алиф, то есть лам алифтің келуі. بغلام بدخان مطاع متاع. Кәсрамен келгендегі мәд әріпі, то есть яймен кәсраның қатар келуі. Міне қараңыздар. Бізде вот яй әрпі и дыбысын береді, оны білесіздер. Одан кейін сол яй әрпімен қатар кәсра келсе, кәсрада и дыбысын береді. Сондықтан екеуі де бірдей дыбысталғандықтан 2 секундқа созатын боламыз. Қиля. Қида. Киля. Ниля. Джадидан. Баидин. Хакимун. Ятимун. Түсінікті, мінекей. Сосын қыздар қараңыздар, араб тілінде бұлай ортасы ашық болса, мынау екеуі 2 бөлек сөз, жақсы ма? Иза қиля. Бірге оқып жіберіп жүрмеңіздер, Вот мына жерде уже бірдей сөз. Алимун. Фи амрина. Фи содрина. Вот.
Осы бетті да 10 рет оқисыздар, жақсы ма қыздар? Мінекей. Бұл жерде де мәд, яғни я әрпімен кәсіраның қатар келуімен 2 секунд созып оқимыз, ол мәд болады. Сосын үшінші әріп бізде вау. Вау әрпі. Яғни вау әрпі у дыбысын береді. Сонымен қатар домма қатар келсе, ол да у дыбысын береді. Екеуі бірдей дыбысталғандықтан бұл жерде тоже мәд болады. 2 секундқа созып оқимыз, иә? Мысалы, нухун, лутин, худан, рухун, аузу, наузу, ятубу, такуну. Мына жерде да ядхулуна, та'будуна, абидуна, тадрусуна. Енді соңғы қатарды оқып берейін. Яс'алунака, ястазинунака, ясмаунака, тастатиуна. Вот қараңыздар. Осы бетті да 10 рет оқитын боласыздар. Жақсы ма қыздар? Егер түсініксіз жерлер болатын болса, біздің үй тапсырмасы группасына жіберіп сұрасаңыздар болады, қыздар. Бірақ сіздерді оқи алады деген сенімдемін, иншалла. Ал сәттілік.